'cause if I'm terrified, I just care. Бұл мотивациялық бейнероликке біз жаңағы алға мақсат қоя білуіміз керек. Және де көңіл күйімізді жинақтап алдық деген үміттемін. Енді біз сабағымызға көшетін болсақ, бізде бұл сабақ ақпараттық ресурстар және есептеуіш жүйелер оқу тәжірибесінен бұл сабақтың теориялық сабағын сендер өткен болатсыңдар. Сол сабаққа байланысты мен сендерге алдын ала тапсырмалар берген болатынмын. Қазір бізде жалпы бұл сабақ бізде компьютерлік жүйелермен тығыз байланысты. Сол үшін біз компьютерлік желі дегеніміз не жалпы? Компьютерлік желі дегеніміз не? Айта алайық. Компьютерлік желі дегеніміз компьютерлерді бір-бірімен жалғайтын негізгі желілердің топтамасы компьютерлік желі деп атаймыз. Дұрыс. Енді жалпы осы компьютерлік желілерде бізде желілердің топологиясы деген бар, Жалпы топология қаншаға бөлінеді? Үшке. Айдан айдан. Жұлдызша, сақина, шина. Дұрыс. Енді бұл жерде бізде компьютерлік желілердің ішінде тағы да бізге өте өзектісі бар, ол кабельдер, Кабельдің қандай түрлері бар? Кім айта алады? Коаксиалдық, оптикалық және бұралған жүк кабель. Енді жалпы біз мына жерде топты екі топқа бөлдік. Сақина тобы және жұлдызша тобы. Яғни біз топологияның түрлеріне байланысты екі топқа бөліп отырмыз. Енді әр топқа тапсырмалар берілген болатын. Үйге берген тапсырма бойынша өздеріміздің дайындап келген жаңағы презентациямызды қорғайық. Кім шығады бірінші топтан? Бізге берген тақырып негізі оптикалық талшықтар болып келеді. Оптикалық талшық бізде орысша отырғанда оптический волокно деп аталады. Бұл кабельный жарықты сигналдарды жеткізуге пайдаланылатын мөлдір материалдан жасалған жіп болып келеді. Оптикалық талшық жарық өткізетін ортаңғы материалдан және сыртқы шағылдырғыш қабаттардан тұрады. Осы екі ортаның жанасқан жерінде жарық сәулелері толық іштей сыну орын алады. Өйткені абсолюттік сындыру көрсеткіштері арнайы солай келтіріледі. Талшықтың сыртқы қабатынан жарық сәулелері, талшықтың сыртқы қабатының жарық сәулелері сыртқа қарай талшық бойымен таралады. Коаксиалды кабель айтпас бұрын бірінші кабель дегеніміз не, соған тоқтала кететін болсақ. Кабель дегеніміз бұл электрдің сыртқы қорғағыш қаптарымен қапталған бір немесе бірнеше оқшауланғыш өткізгіштерден тұратын негізгі өткізгіш кабельдің түрі болып табылады. Яғни бұл кабель арнаулы мақсатына қарай үшке бөлінеді. Күш кабелі, байланыс кабелі және радиожиілік кабель. Коаксиалдық кабель. Бұл кабель негізі орталық өткізгіштен және металдан өрілген сыртқы экранда тұратын электр кабелінің бір түрі болып табылады. Яғни ол полиметрлі қорғаныш қабығымен қапталған. Яғни коаксиалды кабельдің құрылысына тоқтала кететін болсақ, бірінші бұл өткізгіш, яғни бұл ішкі өткізгіш болып табылады. Екінші оқшаулау, яғни бұл оқшаулаудың өзі қатты полиэтиленнен тұрады. Үшінші сыртқы өткізгіш, яғни бұл экран деп те алуымызға болады. Төртінші қабық, яғни осы үшеуін қоршап тұратын негізгі жұқа полиэтиленнен құралған қабық болып табылады. Коаксиалды кабельдің негізгі екі типі бар. Яғни оны екі түрге бөліп қарастырылмасқа болады. Жіңішке коаксиалды кабель және қалың коаксиалды кабель. Бұлардың әрқайсына жеке тоқтала кететін болсақ, жіңішке коаксиалды кабель бұл диаметрі шамамен 0,15 см құрайды. Яғни бұл кабель қанша арзан болғанмен бұл өте ұзақ қашықтыққа шыдамайды. Яғни бұның материалы өте төмен болып келеді. Және де бұл негізінен жабық өндірушілердің кабельдері әртүрлі типтеріне арнап арнайы макрофирмалар жасап шығарады. Яғни жіңішке коаксиалды кабель, яғни сапасы өте төмен деп алуымызға да болады. Екінші түрі, яғни ол қалың коаксиалды кабель. Бұл яғни жуан коаксиалды кабель, яғни бұл сантиметрі 1 сантиметр қабықпен қапталған негізгі кабельдің бір түрі болып табылады. Бұл жіңішке коаксиалды кабельге қарағанда қалың және де оның материалы өте жоғары болып келеді. Бұл кабельдер негізінен Ethernet желісінің Ethernet 5 желісінен көруімізге болады. Екі топта жақсы қорғап шықты. Екі топтан да кабельдің түрлерінен жақсы мағлұмат алдық деген үміттемін. Енді бүгінгі сабағымыз бізде Cisco Packet Tracer бағдарламасын пайдаланып компьютерлік желіні баптау. Жалпы біз бұл сабақты бастамас бұрын жаңа қауіпсіздік ережесімен танысып өтсек. Мына жерде суретте көрсетіп тұрғандай, яғни тыйым салынады. Не істеу керек компьютердің алдында отырғанда?
не істейміз? Экранды Экранды қолмен ұстауға болмайды. Содан кейін не тағы? Қисайып отыруға болмайды. Тағы не? Қатты дауыстап сөйлеуге болмайды. Жаңағы кабельдерді қозғауымызға болмайды. Содан кейін шектен тыс көп жұмыс жасауымызға болмайды. Келесі кабинетте жүгіруге болмайды. Содан кейінгі соңғы біздің айтатынымыз жаңағы ылғал киіммен, қолмен жұмыс істеуге болмайды. Себебі не? Себебі бізде сумен жаңағыдай электр тоғынан тартылып, тоқ ұру қаупі мүмкін. Енді бүгінгі сабағымызға өтетін болса, жаңа тақырыбын айтып өттік, Cisco Packet Tracer бағдарламасын пайдаланып, компьютерлік желіні баптау. Жалпы бізде Cisco бұл әлемдегі әйгілі желілік жабдықтарды құрастырушы және өндіруші болып келеді. Бұл американдық компания жаңағы желілік жабдықтардың толық спектрін қамтамасыз етуге тырысады және тұтынушыға барлық жағдайды, барлық қажетті желілік жабдықтарды осы Cisco Systems компаниясының сатып алуға мүмкіндік жасайды. Соның ішінде біз қарастырып отыратынымыз Cisco Packet Tracer. Бұл бағдарлама жаңағы Cisco компаниясының шығарған желі эмуляторы. Мына жерде бізде Cisco Systems компаниясының жаңа эмблемасы берілген. Жалпы Cisco Packet Tracer дегенімізде бұл жаңағы суретте көріп отырғанымыздай кабельдер және басқа да желілерді байланыстыруға арналған бағдарлама. Бұл бағдарлама арқылы біз не істейміз? Бұл бағдарлама арқылы желілердің жаңа бағдарламамен қамтамасыз етеміз. Мына жерде біз құралдар арқылы жаңағы желілерді жасай аламыз, осы арқылы. Бұл жерде біздің бағдарламамыз мынадай экраннан тұрады. Бұл жерде біріншісі бізде, мына жеріміз не бізде? Негізгі меню деп аталады. Екінші құралдар панелі, мына жерде тұрған бәрімізде. Үшінші бізде жаңағы логикалық және физикалық ауыстырулар арасында ауыстырғыштар мына жерде бізде. Төртіншісі мына жерде де құрал саймандары панель. Бесінші жаңа симуляция тәртіптері мына жерде. Осы арқылы біз симуляция істей аламыз. Келесі, алтыншысы қандай? Құрылғылар мен байланыс жолдары орналасқан мына жерде. Осы жерде біз таңдау арқылы жаңағы керекті құралдарымызды ала аламыз. Жетінші қандай? Жаңағы бізге керекті коммутаторымыз бар ма, маршрутаторымыз бар ма, сол нелерді мына жерден таңдап ала аламыз. Сегізінші қандай? Пайдаланушы сценарийлерін жасау панелі мына жерде. Тоғызыншы, яғни жұмыс ортасы, яғни біздің жасаған жұмысымыз бәрі осы ортада іске асырылады. Бұл жерде бізде жаңада атап өткенде құралдар, соның ішінде маршрутизаторлар. Міне соның ішінде көп бізде қолданыламыз, 1841 деген маршрутизатор, мына белгісі. Мына жерде жаңағы өмірдегі қандай құрылғы екенін көріп тұр. Бұл құрылғы не істейді? Желідегі байланыстарды орнатамыз. Келесі бізде коммутатор міне, екіншісі. Бұл не істейді? Бұл құрылғы. Компьютерлерді жаңағы мәліметтерді бір-бірімен байланыстырады. Концентратор. Яғни біз ағылшынша бұны не деп атаймыз? Хаб деп атаймыз. Ал бұл құрылғының қызметі қандай? Кім айта алады? Бұл құрылғы, яғни аппараттарды бір немесе бірнеше түйіндерге қайта таратуға арналған негізгі концентратор болып табылады. Келесі бізде байланыс жолдары, яғни бұл жерде бізде жаңағы кабельдің түрлері беріліп тұр, мына жерде. Осы кабельден біз керегімізді алып, жаңағы компьютерлерді бір-бірімен байланыстырамыз. Енді мына жерде бізде мысал келтіріліп тұр. Cisco Packet Tracer бағдарламасында екі компьютерді мыс кроссфері кабельмен жалғау. Бірінші бізде Cisco Packet Tracer бағдарламасын ашайық. Ашыңыздар. Сол жерде бірінші бізде компьютерлер қатарынан, мына жерде бізде өзімізге керекті компьютерді таңдап алайық. Екі компьютерді таңдап алайық. Сосын екі компьютерді бір-бірімен жаңағы мына жерде кабельдің түрі бар, кабельдің түріне келіп, сол жерден таңдап кабельмен байланыстырайық. Екі топқа жаңа Cisco Packet Tracer бағдарламасын пайдаланып, компьютерлік желіде жұмыс берген болатын. Бірінші топқа мына тапсырма, екінші топқа мына тапсырма болатын. Бірінші топ біттік па тапсырма?
Мен бұл тапсырмада 4 тал компьютерді алдым, ПК. Оның біріншісіне кіріп, оны хаттармен байланыстырып, біріншісінде оның ішіне IP строкасына оның IP адресін жазып, және сол IP адресті келесі екінші компьютерге соған жалғану үшін, ақпарат жеткізу үшін, соған ping командасы арқылы ақпарат жеткіземіз. Келесі екінші тапсырма. Біздің тапсырмада мен бір хабты, бір сервер және де 4 компьютерді алдым. Хабты 4 компьютермен және сервермен байланыстырдым. Әр 4 компьютерға IP адрес беріп, оларды тікелей кабельмен хабқа байланыстырдым. Бізде жасыл жанып, ақпарат алмасып, компьютермен хаб ақпарат алмасты. Жалпы Cisco Packet Tracer туралы бұл бағдарлама қалай жұмыс жасайтынын жаңа жұмыстар арқылы меңгердіңдер. Келесі біз осыны сабақты бекіту мақсатында тест сұрақтарына көңіл аударайық. Біз бірінші топқа QR кодты сканерден өткізу арқылы, сканерді өткізгенде бізге жаңа тест тапсырмалары шығады. Екі топқа екі QR код берілген, осы кодтар арқылы жаңағы тестімізді ашып көрсетейік. Келесі бізде сөз жұмбақ. Бұл жерде екі топқа екі тапсырма берілген. QR кодты сканер өткізу арқылы сөз жұмбақ шығады. Сол сөз жұмбаққа жауап береміз. Бұл жерде екі топтан бір адам шығады. Бірінші топтан бір адам шығып, сол сөз жұмбақты осы жерде шешіп беру керек. Кім шығады? Бірінші топтан. Мұжа келе ғой. Қағаздағы мәтін мен суретті компьютерге автоматты түрде енгізу үшін қолданылады. Сканер. Компьютердің жұмысын басқара отырып, қажетті ақпаратты енгізу үшін қолданылатын құрылғы. Және тақта. Принтердің түрі. Лазерлік. Келесі кезеңімізде сұрақ-жауап кезеңі. Қазір бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, бірінші топқа өз сұрақтарын қою керек. Бірінші топ, сұрақтарымызды бастайық. Қоя ғой. Сақина топологиясы дегеніміз не? Мұндай байланысу арналары тұйықталған сақина бойында орналасады және бұлар барлық компьютерлерге желіні таратады және ол компьютерлер өзіне қабылдағаннан кейін жұмыс істеуін тоқтатады. Дұрыс. Келесі сұрақ. Екінші топ, бірінші топқа сұрағымызды қойып, кім қояды? Кім қояды? Қой ғой. Коаксиялық кабель Ethernet желісінің қай түрінде қолданылады? Бірінші топ, кім жауап береді? Ethernet 5 фаз. Дұрыс па? Енді сұрақтарымызды қойып біттік екі команда. Мен бағана бағалау парағын берген болатын. Сол бағалау парағынан екі команда бір-бірлерінде бағаласыңдар. Бағалап, қорытындысын маған айтсыңдар. Қай команда қанша балл жинады? Бағалау парағы берген болатын, яғни жұлдызша Сақина. Енді Сақина тобы жұлдызша тобын қалай бағалады екен? Тыңдайық. Айдана. Айта ғой. Жұлдызша тобы жобалық жұмысы оған біз 5 қойдық. Өйткені жақсы түсіндірді бізге. Ал тапсырмасына 5 жақсы тапсырма болды. Ал тестіне олар кішкене қалып қалды, оған 4 қойдық.
сөз жұмбаққа 5, сұрақ жауабына тоже 5, қорытынды баға 24. Келесі. Енді жылша тобының Сақина тобын бағалау өз ойында айта ғой. Біз Сақина тобында жобалық жұмыстар үшін 5 қойдық. Себебі олар барлығын дұрыс бізге түсіндірді. Тапсырма, үйге берген тапсырмаларда өте жақсы шыққан. Біз бұл туралы нақты мағлұмат ала білдік. Тестісіне де 5 қойдық, өйткені барлық сұраққа дұрыс жауап берген екен. Сөз жұмбаққа 4 қойдық. Себебі бұл жерде кішкене Нұржан кідіріп қалды, соған байланысты біз 4 қойдық. Ал сұрақ жауапқа біздің қойған сұрақтарға толық жауап берген үшін 5 деген балл қойдық. Я қорыта келетін болсақ, общий балл 24. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.